Диана Скатова «Қосылайық» жайлы нақты нүктесін қойды. Диана Скатова «Қосылайық» реалити-шоуы туралы бейнелеу жолдады. Бейнеде Диана ханым «Қосылайықтың» бірінші маусымынан 4-ші маусымға дейінгі ең қызу бейнелерді жариялап, «Қосылайыққа» арнаған жан тебірентерлік сөздерін айтып, көзіне жас алды. Мен барымды салдым. Мен жан тәнімменен беріліп, ол жобада жұмыс істедім. Мен проектпен ауырдым дейді ғой. Енді бәріне нүктесін қойдым. Негізі ұзақ жол өз мәресіне жетті, сол үшін мені қолдағаныңызға рахмет. Қолдап жатқандарыңызға да үлкен рахмет. Қосылайық жобасы ол жердегі көрермендер мен үшін кәдімгідей бір жарық жол болды. Мен өте ризамын. Ол жердегі жолыма, тағдырыма. Сіздерге көп-көп рахмет. Бұл тележобаның жаңа маусымын Диана Скатова жүргізбейтінін естеріңізге саламыз. Диана қазір бейне түсірілімдер мен жұмбақ жобамен айналысуда. Диана Скатованың өмірінде кейбір өзгерістер болды. Ол көптен бері жүрген жігітімен ажырасып кеткен. Бірақ Сұлтанбеттің солисі Сұлтан Нұрбеков емес, басқа жігіт болды. Жігіті жайлы айтқысы келмесе де, жазғы әңгімесінде айтып кеткен. Өміріндегі тағы бір жаңалық, ол Алматыдан үй сатып алды. Соңғы тікелей эфирінде ол жанкүйерлер үшін жаңа үйіне рум-тур ұйымдастырды.